Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыз шалбардың алдыңғы және артқы бойларының сызбасын сызып пішу. Ол үшін бізге белгілі өлшемдер керек. Бүгінгі біздің пішетін шалбарымыз 44 размердегі шалбар. Бізге негізгі өлшемдер шалбардың ұзындығы, содан кейін бел өлшемі, бөксе айналымы, тізе және балақ керек. Бастаймыз жұмысымызды. Бізде өлшем бойынша ұзындығы 100, 3 сантиметр мына жерден тігіске береміз. Қайыруына шалбардың. Одан кейін негізгі өлшемдерді шығарып алайық. Мына жерден бел, мынау сызықтарымыз негізгі. Бел және балақ. Дәл осының ортасынан біз тізені шығарамыз. 100-дің жартысы 50 бізде. 50-іміз мына жер. Мына жерден аяқтың бүгілетін жері, яғни тізенің өлшемі шығады. Тізе. Сосын бел менен тізенің ортасынан бізге 50 қой. 50-дің ортасы 25. Бөксе шығады. Бөксе сызығы. Негізгі сызықтарымыз шықты. Мына жерде бізде екі аяқтың бөлінетін жері түседі, яғни қазақша ау деп айтамыз, шалбардың. Бұны өлшеу үшін біз мына жерден 4 сантиметр өлшеп аламыз. 4 сантиметр. Бұны жоғары қарай 5 сантиметр көтереміз. 5 сантиметр. Мына жақтан да 5 сантиметр. Мына жерден қиғашынан 3 сантиметр өлшеп аламыз. Енді осы 3 нүктені қосамыз. 1, 2, 3. Осылай түсті. Мына жер бізде сыдырма немесе түймелік салатын жер. Мына жер. Или түймелер саламыз, или сыдырма саламыз. Көп жағдайда замок, яғни сыдырманы саламыз. Бізде шалбардың ауы шықты. Енді белдің бөксесін өлшеп аламыз. Бел бізде 64 екен. 64-тің жартысы, біз 4-тен 1 бөлігін аламыз. 64-тің жартысы 34, 34-тің жартысы 17. Мына түймелікті сыдырманың орнына қоспаймыз. 17 мына жерден. 17-ге біз бүкпеге 3 сантиметр қосамыз. Сол кезде 20. Тігіске 1,5 береміз, 21-де 5 болады сол кезде бұл. 21-де 5-іміз мына жерден шықты. Енді бөксе. Бөксе бізде 94. 94-тің жартысы 47. 47-нің жартысы 23-де 5. 23-де 5-ке біз 1,5 тігіске қосамыз, сол кезде ол 25 болады. Мінекей 25 мына жерден шықты. Енді бел менен бөксені қосамыз мына нүктелерді. Бел менен бөксенің арасы мына сызық шықты. Енді бізде тізе. Бұл енді өте кең емес шалбар, классикалық шалбар. Тізені біз 40 деп алыппыз. 40-тың жартысы 20. Бұны біз шығармас бұрын мына жерден шалбардың қырын тауып аламыз. Мынаның бізде бұл 30 сантиметрге тең. 30 сантиметр. 30-дің жартысы бізде 15. 15 мына жерден. 15 мына жерден.
және де 15. Тігіншілер бұны стрелка деп айтады. Шалбардың қыры. Мына жеріміз қалып қойыпты. Және мына жерден де 15. Неге 15. Осы сызықтарды қосып, шалбардың қырын шығарамыз. Неге? Енді осы центр шыққаннан кейін біз тіземен балақтың айналымын сызуымызға болады. Бізде 40 деппіз, 40-тың жартысы 20 мына жерде. 20-ның жартысы 10. Мына жеріміз 10, мына жерге дейін 10, сол кезде мына жер 20 шықты мінекей нүктелер. Енді балақ. Балақты 30 деппіз, 30-ды 2-ге бөлген кезде 15, 15-тің жартысы 7,5. Мына жер және мына жер. Енді нүктелерді қосамыз, осы нүктелерді. Так, біз 1,5 сантиметр тігіске береміз. Қоспас бұрын. 1,5 және мына жақтан да 1,5. 1,5. 1,5 және 1,5. Енді нүктелерді қосамыз. Шалбардың балағыменен тізенің сызығы мінекей түсті. Мына жерден былай түседі. Және де мінекей бөксемен тізені былай қосамыз. Сызықтар осы нүктелердің бәрін қосып шығамыз. Мына жерден де былай түседі. Шалбардың алуменен тізе қосылды. Енді мінекей киімнің моделіне қарай, енді выточканы біз мінекей дәл ортасында тұр, ортасына берсек болады, өйткені бұл тар шалбар, обтяжка дейміз. Мінекей 1,5-1,5-нан 2 жағына береміз. Сол кезде 3 сантиметр өкпенің өлшемі шықты. Мына жерден 8 сантиметр алдыңғы бойға. Өкпе. Созылмалы маталарда бұл бүкпені бермесе де болады, өйткені отырған кезде, тұрған кезде ол мата өзі созылады өздігінен. Бізде алдыңғы бойдың сызбасын шығардық. Енді бұны пішеміз қайшыменен қырқып. Мынадай жерлерді мінекей дөңестенді осылай келтіріп жібереміз. Алдыңғы бойды қырқып аламыз. Алдыңғы бойды пішіп алдық, енді артқы бойын пішеміз. Дәл осыны дайын алдыңғы бойды матаның бетіне қоямыз. Бізде бөксенің шығыңқы бөлігі артта орналасқандықтан біздің артқы бойымыз алдыңғы бойға қарағанда үлкен пішіледі. Жан жағынан біз мына жерден 2 сантиметр, мына жағынан да 2 сантиметр, балақтан 2 сантиметр, мына жағынан да солай қосымшалар беріледі. Қосымша бердік. Мына жерден де 2 сантиметр. Сосын мына жерден артқы бойдың белдің тұсынан 5 сантиметр қосымша беріледі. 5 сантиметріміз мына жерде біздің. 5 сантиметр. Енді осы нүктелерді қосып шығайық. Мінекей.
мінекей. Енді мына жерден біз шалбардың ауын, артқы бойын шығаруымыз керек. Ол үшін бізде беліміз алдында мына жерді 21-5 қылып алдық, е? Тігіспен қосқанда 21-5 қылып алдық. Выточкаменен тігіспен қосқанда. Енді бұған 3 см тағы да қимылға қосамыз. Сол кезде 24-5 болады. 24-5-ті мына жерден шығарамыз. 24-5-іміз мына жерге келіп тұр. Енді мына жерден 4 см жоғары қарай көтереміз. Сол кезде 24-5-тің нүктесі мына жерге келеді. Сөйтіп, мына нүктемен екеуін қосамыз. Енді мына жердің ойындысын шығару үшін бөкседен 6 см көтереміз. Мына жерде мына нүкте ол. Мына нүкте. Мына екі нүктені қосындысы және қиғаштап осыдан 5 см асырамыз. Сол кезде дәл шығады. Қиғаш нүктеміз. Енді мына жер 5 см екен. Өлшеп 5 см. Мына жерден шықты. Енді мына жердегі нүктеміз бар ғой. Осыменен екеуін қосамыз. Қиғашынан келеді. Міне. Енді мына нүктелерді қоса қоямыз. Қиғаштап әкеліп, дөңгелектеп. Артқы бойдың мынау екі аяқтың арасына кететін жері шақты. Мынау отыратын жер. Біз жаңа 3 см қимылға бұдан қостық. Енді мына нүктеменен қоса беруге болады. Тізенің нүктесіменен. Бұлай кетеді. Мұндай бұрышталып шығып тұрған жерлерін осылай дөңгелектеп жібереміз. Өкпесінде дәл ортасына өлшеп аламыз. Өкпе мына жерге келген кезде бізде 10 см болады. Алдыңғы бойда 8 см болса, мына жерде өкпе шықты 10 см, ровно 10 см болды. Және мына жерден 1,5-1,5-нан 3 см. Өкпені шығардық. Бағанағыдай дәл осылай артынан да стрелканың орнын белгілеп аламыз. Өкпенің ортасына сәйкес келіп тұр екі нүктені. Алдыңғы бойды аламыз, бұл бізде дайын. Шалбарды қырын сызып жібереміз, содан кейін артқы бойда бізде дайын. Мінекей артқы бойдың сызбасы дайын. Енді бұны қайшымен кесіп алып пішеміз, содан кейін тігеміз қосып.